Менің есімім Ережеп Салтанат Ермекқызы, химия пәнінің мұғалімімін. Біздің 9 сыныпқа кремний және оның қосылыстары деген тақырыпты алып отырмыз. Оқу мақсатымыз кремнийдің қолданылу аймағын және оның жартылай өткізгіш ретінде қолданылуын түсіндіру, кремний мен оның қосылыстарының негізгі химиялық қасиеттерін сипаттау және реакция теңдеулерін құрастыру. Кремний жер қыртысындағы оттегіден кейінгі екінші кең таралған элемент. Ол химиялық элементтердің периодтық кестесінде 14-ші орында алатын, жартылай өткізгіш қасиеттерімен ерекшеленетін металлоид. Бұл элементтің адамзат өміріндегі маңызы зор. Кремний көміртегі сияқты атомдық кристалдық тор түзеді. Оның әр атомы 4 басқа кремний атоммен ковалентті байланыс арқылы байланысқан тетраэдрлік құрылымға ие. Бұл берік ковалентті байланыстар оның жоғары қаттылығы мен балқу температурасын қамтамасыз етеді. Кремний диоксиді Sa2 кварц түрінде кездеседі және атомдық кристалдық тор құрайды. Мұнда кремний мен оттегі атомдары арасында полярлы ковалентті байланыс болады. Кремний карбиді Sec алмас тәрізді атомдық торға ие, сондықтан өте қатты материал болып саналады. Кремнийдің негізгі қолданылу аймағы электроника. Оның жартылай өткізгіш қасиеттері чиптер, транзисторлар және күн батареялары сияқты электронды құрылғыларды өндіруде таптырмас шикізат етеді. Кремний тазалығы оның тиімділігін айқындайды. Сондай-ақ кремний қосылыстары құрылыс материалдарында, мысалы, цемент пен шыны өндірісінде кеңінен қолданылады. Кремний карбиді абразивті материалдар мен қышқылға төзімді бұйымдар жасауда пайдаланылады. Кремний химиялық тұрғыдан өте белсенді емес, бірақ жоғары температурада оттекпен, галогендермен және күшті сілтілермен әрекеттеседі. Ол қышқылдармен, тіпті фторсутек қышқылымен де тотықтырғыш қатысында ғана реакцияға түседі. Кремнийдің осы қасиеттері оны әртүрлі өндірістерде қолдануға мүмкіндік береді. Элементтік төлқұжаты. Кремний периодтық жүйедегі орны 3-ші период, 4-ші топ негізгі топшасында орналасқан, электронды конфигурациясы сыртқы деңгей 3s2, 3p2 мен аяқталады. Салыстырмалы атомдық массасы 28, тотығу дәрежелері -4, +2 және +4. Кристалдық торы. Бізде алмаздың кристалдық торына ұқсас, қасиеттеріне келетін болса, қатты, бірақ морт сынғыш, қиын балқиды. Бізде кремнийдің кристалдық торы көрсетілген. Бұны айналдырып көретін болсақ, жан-жағының барлығы бізде алмаздың кристалдық торына ұқсас келеді. Бұл бізде толыққанды кремнийдің кристалдық торы. Бізде табиғаттың сүйікті материалы десек болады, яғни жер қыртысында бізде оттек 49%-ға дейін кездесетін болса, ал кремнийдің үлесі 27,7% құрайды. Ол көбіне саз күйінде, құм күйінде және гранит күйінде, табиғатта тек қосылыс күйінде кездесе алады екен. Физикалық қасиеттері металдық жылтыры бар, түсі қою сұр түсті, электрониканың негізгі элементі болып табылады. Температура жоғарылағанда бізде олардың электр өткізгіштігі жоғарылайды екен, ал олардың ең басты металдардан айырмашылығы температура артқан сайын электр өткізгіштік артып отырады. Химиялық қасиеттері мен белсенділігі. Негізгі тотығу дәрежелері -4, 0, +2 және +4 құрайды. Тотығу реакциясына түседі, металдармен реакцияға түсіп, силициттер түсе алады, сілтілермен реакцияға түсе алады. Химиялық қасиеттері. Кремний электрондарын береді екен, яғни оттекті қосу арқылы біз кремний оксидін ала аламыз, және фтор қосу арқылы кремний фторидін ала аламыз, көміртек қосу арқылы карборонтты алады екенбіз. Химиялық қасиет тотықтырғыш қасиетіне келетін болсақ, белсенді металдармен әрекеттескенде силициттер түседі. Мысалы, кремнийге магнийді қосатын болсақ, бізде магний 2 силициум деген магний силицийді түзіледі. Генетикалық қатары. Кремний бізде кремний оксидінен, одан біз натрий OH қосатын болсақ, натрий силикатын, яғни тұзын ала аламыз. Оған тағы да H-хлор, тұз қышқылын қосатын болсақ, кремний қышқылы пайда болады. Кремний қышқылы қайтадан айырылу арқылы кремнийді ала алады екенбіз. Ерекше әрекеттесулер. Қышқылдармен ешқандай әрекеттеспейді. Бір ғана қышқылмен, ол H-фтор қышқылымен әрекеттеседі екен. Сол кезде бізде силициум фтор 4 деген қосылыс түзіледі. Сілтілермен реакцияға түскенде силикаттар түзіледі. Қатты қосылыстары. Кремний оксиді, құм, өте берік ковалентті байланыс, шыны өндірісінде көп қолданылады екен. Карборонт алмазға ұқсас қаттылық береді екен. Кремний қышқылы суда ерімейді,
Әлсіз электролит дірілдік тәрізді тұнба, яғни гель түрінде кездеседі екен. Оның алыну жолы натрий силикатына тұз қышқылын қосу арқылы біз силициум қышқылын ала алады екенбіз. Силикат өндірісінде, яғни бізде көбіне құрылыста қолданылады, ол керамика, цемент өндірісінде және шыны өндірісінде қолданылады екен. Енді тапсырмаларға келетін болсақ, біз жұптарға осындай 3 нұсқадан тұратын тапсырма беріледі. Бірінші нұсқаның тапсырмасы ретінде шыны құрамындағы кремний туралы мәлімет жинайды. Екінші нұсқаның тапсырмасы ретінде біз кремний оксиді бойынша мәлімет жинайды. Үшінші нұсқада кремний карбиді туралы мәлімет жинап, олар нұсқалар бір-бірімен бірігіп топ құрады. Топта олар өздеріне берілген мәліметтерді жинастырып, постер құрастырады. Постер арқылы балалар тақырыптың мазмұнын аша түседі. Жеке жұмыс ретінде мен бірінші жұмысқа сәйкестендіруді, екінші жұмысқа дұрыс тұжырымдар таңдауды, үшінші жұмысқа реакция теңдеулері, яғни кремнийге қатысты реакция теңдеулерін алдық. Бұл кезде біздің дескрипторларымыз бірінші тапсырма бойынша кремний қосылыстарының формуласымен дұрыс сәйкестендіреді. Екінші тапсырма бойынша кремнийге қатысты дұрыс тұжырымдарды анықтайды, реакция теңдеулерін толықтырады. Оған біз 8 балл бердік. Сонда барлығы бізде жеке жұмыс бойынша 10 балдық жүйемен бағаланады. Балалар өз-өздерін әділ, академиялық адалдықты сақтай отырып, сәйкестендіру тапсырмасын тексереді. Одан кейін 5 түрлі дұрыс тұжырымдарды анықтайды. Одан кейін ең соңғысында бізде үшінші реакция теңдеулерін толықтырып, бір-бірімен теңестіріп қояды. Сабақты бекіту үшін мына жерде бізде бамбозов тапсырмасын алдым. Ұяшықтарды таңдау арқылы балалар сұрақтарға жауап береді. Кремний металдарға жатады дейді. Яғни дұрыс болса дұрыс, бұрыс болса бұрыс жауабын беріп отырады. Бейметалға жатады екен. Келесі осындай бізде 16 сұрақтан құралған тапсырма кремний қай қышқылдармен әрекеттеседі? Бізде фтор сутек қышқылы. Бұл бізде сабақты бекіту тапсырмасы. Кері байланыс ретінде мен ментиметрді алдым, яғни балалар телефон арқылы өздерінің кері байланыстарын сабаққа береді.